Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін осындай шоколадты жентті қалай жасау керектігін және ол өте қарапайым жолмен жасалады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен талқан мен шекерімізді араластырып аламыз. Менде 2 ас қасық шекер, талқан мен жақсылап араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы өте жұмсақ сары майымызды құямыз. Біздің сары май өте жұмсақ болуы тиіс. Кейін сгущенкамызды қосамыз. Ал енді қосып болғаннан кейін барлығын араластырып шығамыз. Қолмен мыжғылап, жақсылап, барлығын езіліп шығамыз. Толық рецепт барлығын видеоның астына жазып кетемін. Көп жағдайларда көп адамдар бұны көз мөлшерінде істейді. Мен сіздерге толық рецептін жазып кетемін. Ал енді формаға кірсек, менде форма осындай өте қарапайым, арнайы бір силиконовый форма сатып алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді осыған жасайтын боламыз. Ең алдымен біздің жентіміз бір-біріне осылай бірігіп жабысып тұр, уже дайын деген сөз. Енді осыларды осы шоколадтың ыдысына былай тығыздап қойып шығамыз. Кейін тоңазытқышқа, яғни морозилкеге 20 минутқа қойып қоямыз. Менде артылған осындай талқандар қалды, оны үй жағдайында өзімізге осылай мыжғылап қойып қойдым. Ал енді біздің талқанымыз қатқанша біз шоколадты ертіп аламыз. Менде осындай қара шоколад, сіздерге өз қалауларыңыз бойынша. Кейін біздің талқанымыз қатқаннан кейін оны бөлек ыдысқа шешіп алып қоя отырамыз. Кейін астындағы формасын бір жуып жіберіп, кептіріп, жаңағы еріп тұрған шоколадтарымызды ішіне құйып шығамыз. Және жан-жағына жағып шығыңыздар. Кейін сол шоколадтың үстінен қайтадан өзіміздің талқанымызды, яғни жентімізді орналастырып шығамыз. Әртүрлі түспен жасасаңыздар да болады. Мысалы, ақ шоколадқа краситель қосып жасаса болады. Енді бұны қайта тоңазытқышқа саламыз 25 минутқа, яғни морозилкаға салып қоямыз. Міне біздің жентіміз дайын болды. Шоколадты жент өте необычный, әдемі болып шығады. Дастарханыңыздың көркін ашады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, ең бастысы менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.